Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы үш өлшемді модельдер. Сабақтың мақсаты объектілер мен оқиғалардың модельдерін 3D редакторында құру. Жетістік критерийлары 3D модельдің түсінігін біледі, үш өлшемді графика түрлерін ажырата алады. Модель ұғымын күнделікті өмірде көптеп кездестіруге болады. Мысалы, қуыршақтың модель, автокөлік, теміржол, аю. Кез келген зерттеуде қиындық пайда болғанда оны модельдеу қажеттілігі туындайды. Модель бұл нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнеленіп көрсету үлгісі. Объект бұл зат, оқиға, процесс, табиғат құбылысы, тағы басқа заттарды айтамыз. Зерттеуші үшін модель мен объектінің арасында ұқсастық болуы тиіс. Модель мен объектінің физикалық сипаттамаларының ұқсастығы, модель мен объектінің жүзеге асыратын қызметтерінің ұқсастығы, объекті мен оның моделінің, яғни әрекетінің математикалық сипаттамасының бірдейлігі. 3D модель дегеніміз не? Яғни біз бұл ұғымға кішкене тоқтала кетейік. 3D Three-dimensional сөзінен ағылшын тілінен аударғанда өлшемді объект деген мағынаны білдіреді. 3D модельдеу бұл объектінің үш өлшемді моделін құру процесі. 3D модельдеудің міндеті кез келген объектінің көлемді бейнесін жасау болып табылады. 3D немесе үш өлшемді графика компьютерлік графиканың негізгі бөлімдерінің бірі болып табылады. 3D графиканың құралдарының жиынтығы мен формасы, түсі бар көлемді объектілерді құруға болады. Жазықтықтағы үш өлшемді модельдер 3D графика көмегімен құрастырылады. Олар арнайы компьютерлік программалар арқылы орындалады. Қазіргі таңда мұндай программалар өте көп кездеседі. 3D редактор бұл үш өлшемді модельдеу, анимациялау және визуализациялауға арналған программалық орта. Үш өлшемді бейнелерді модельдеу үшін бірнеше қадамдарды орындай білу қажет. Яғни бұл қадамдар модельдеу, үш өлшемді объектіні құру, бояу, модельге суреттерді, текстураларды қою, материалдардың қасиеттерін ретке келтіру. Жарықтандыру, жарық көздерін орнату және баптау. Түсіру, сахнада түсіру нүктесін таңдау, рендеринг, шынайы бейнені құру. 3D редакторларға келесі программалар жатады, яғни төмендегі жазылған программалар жатады. Бұл программалар үш өлшемді графиканы модельдеу үшін келтірілген. 3D редакторларын кез келген таңдауға болады. Ал енді құрметті білім алушылар, сендерге үй тапсырмасы бүгінгі өткен сабақты, яғни үш өлшемді модельдер тақырыбын қайталау, үш өлшемді графикаға арналған бағдарламаларды зерттеп көріңіздер.